Сәлеметсіздер ме? 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен бірінші жиынтық бағалау бақылауын 4-ші тоқсан бойынша рационал теңсіздіктер және оларды интервал әдісімен шешу тақырыбына бақылаудың есептерін талдайтын боламыз. Сіздерге дәл осындай есеп келеді деген сөз емес, апайларыңыз мына жақтағы әріптерін, сөздерін ауыстырып беруі мүмкін. Сондықтан есепті көшірмей, есептің шығарылу жолын жақсылап түсініп алыңыздар. Ал кеттік. Бірінші есеп. X-тің қандай мәнінде x квадрат минус 4x минус 12 өрнегі теріс мәндер қабылдайды дейді. Теріс мәндер қабылдайды деген болса, онда бізде бұл 0-ден кіші мәндер деген сөз. Енді бірінші есебіміздің берілгенін жазамыз. X квадрат минус 4x минус 12 кіші 0-ден болса, онда бізде 0 үлкен деген сөз. Мына 0-ден үлкен деген сөз болып тұр. Енді кәдімгі өзіміздің үйренген 3-2 тоқсанда өткен квадраттық теңдеу түріне келтіріп, осы есебімізді дискриминант арқылы тауып аламыз. Дискриминанттың формуласы b квадрат азайтылған 4ac болған. b деген бізде бұл жақта 4-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген минус 12 көбейтілген 1-1-ді жазбай қояйық. Сонда 16 плюс 4-ке 12-ні көбейтсе қанша? 48, да? 48. Сонда 6-ға 8-ді қоссақ 4, 5, 64. 64 шықты. Енді x1, x2-ні табамыз. Формуласы минус b плюс минус түбірасты дискриминант болған бөлінген 2a. Бұл жақтағы b-мыз бізде 4, минус 4 плюс 4 болады. Плюс 4. Плюс минус, плюс, сонда біріншісі плюс болады, плюс 8 бөлінген 2, екіншісі 4 қос азайтылған 8 бөлінген 2. Сонда 4-ке 8-ді қоссақ 12, 12-ден 2-ні бөлсек 6. 4-тен 8-ді азайтсақ минус 4, минус 4 бөлінген 2, минус 2. Енді сандарымыз анықтап алдық, 6 және минус 2. Оны мынандай координаталық сәуледе кескіндейміз. Кескіндейміз, және де бізде теріс мәндер қабылдайды деп тұр, яғни қатаң мән, ол бізде сандарымыз боялмайды. 6 интервал, 3 интервалға бөлеміз. Енді таңбаларын анықтаймыз. Таңбаларын анықтағанда былай болады. Егер бізде x квадраттың таңбасы 10 болса, онда бізде параболамыз жоғары тармақталған, сондықтан екі шеті плюс болады. Ортасының таңбасы минус болады. Бірақ сіздер өздеріңіз жаңағы сан қойып тексеріп алсаңыздар болады. 6-ның 10 жағындағы кез келген бір санды қояйық. Мынау теңсіздікке 7-ні қояйық. 7-нің квадраты 49, 4-ке 7-ні көбейтсек қанша? 28, 49-дан 28-ді азайтсақ 21, 21-ден 12-ні азайтсақ 10 таңбалы сан шығып тұр. Минус 2 мен 6-ның арасында бізде 0 саны тұр. 0-ді қойып көрсек, 0, 0 и минус 12. Шынымен теріс таңбалы болады екен. Ары қарай бізде плюс. Енді теріс мәндерді қабылдайды деп тұр. Сонда біз мынау аралықты аламыз. Теріс мәндер болған кездегі аралықты аламыз. Сонда жауабы дейміз. Жауабы минус 2 мен 6-ның арасы. Келесі екінші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 6 сантиметрге артық. Егер тік төртбұрыштың ауданы 72 сантиметр квадраттан артық болса, онда оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Енді тік төртбұрышымызды сызайық. Тік төртбұрыш бізде қарама-қарсы жатқан қабырғалар бір-біріне тең, осындай фигура. Бізде ұзындығы сонда ені x болса, ұзындығы енінен 6 сантиметрге артық деп тұр. Тік төртбұрыштың ауданы бізде 72 сантиметр квадрат. Ол бізде 72 сантиметр квадраттан артық болып тұр. Сонда бізде 72 квадрат сантиметріміз. 72 квадрат сантиметр артық болып тұр. Яғни мұна жақта аудан формуласын жазамыз. А көбейтілген b үлкен 72 сантиметрден деп. А бізде бұл жақта ұзындығы x қосылған 6. b бізде бұл жақта ені болып тұр. X бұл бізде ауданы формуласы, а көбейтілген b. Сонда формуланы орнына жазамыз. X көбейтілген x плюс 6 бізде 72 сантиметрден артық. Енді осы теңсіздікті шығарамыз. Бірінші
жаңағы жақшамызды ашамыз, x-қа x-ті көбейтеміз, x квадрат болады, x-қа 6-ны көбейтеміз, 6x. 72-ні теңдеудің мына жағына, теңсіздіктің мына жағына шығарып аламыз, теріс таңбамен минус 72 үлкен 0-ден деп. Енді дискриминант арқылы есебімізді табамыз. Дискриминант тең b квадрат азайтылған 4ac болады. b квадратымыз бізде 6-ның квадраты минус 4 көбейтілген минус 72. 36 плюс 288. Сонда бізде 324 шығады. Ол бізде 18-дің квадраты екен. Енді x1 мен x2-ні анықтаймыз. Ол жақта бізде формула минус b плюс минус 4 түбірасты дискриминант екен, бөлінген 2a. Енді орнына қоямыз. b бізде минус 6 плюс минус түбірасты 324 бізде 18 болып шығады, бөлінген 2. Минус 6 плюс 18 ол бізде плюс 12, плюс 12 бөлінген 2, 6. Минус 6 минус 18 ол бізде минус 24, минус 24 бөлінген 2, минус 12, Енді қараңыздар, 6 және минус 2 сандар, 12 сандары шықты. Бізде тік төртбұрыштың ұзындығы теріс таңбалы сан болмау қажет. Сондықтан біз 10 таңбалы санды аламыз. Яғни бізде тік төртбұрыштың ені 6 сантиметрден жоғары болу керек. Ал ұзындығы 6 қосылған 6 12 сантиметрден үлкен болу керек. Сонда жауабын былай жібереміз. Жауабы, оның өлшемдері қандай болуы мүмкін? Ені дейміз. Ені жатады 6 мен плюс шексіздіктің арасында, яғни үлкен. Ұзындығы 12 мен плюс шексіздіктің арасы деп жауап береміз. Келесі үшінші есеп, теңсіздікті шешіңіз дейді. 8 бөлінген 6 минус 3x 2x плюс 4 кіші немесе тең 0-ден. Оқушылар осындай теңсіздікті шығарған кезде біз ең алдымен анықталу облысын тауып аламыз. Анықталу облысы бізде бұл жақта осы әр қайсысы жеке-жеке жақшаны 0-ге теңестіріп анықталу облысын табамыз. Яғни анықталу облысы дегеніміз біз x-қа қандай мәндер бере алмаймыз. Мысалы біз мына жақта x-қа 2 деген мән бере алмаймыз, себебі 3-ке 2-ні көбейтсек 6 болады, 6-дан 6-ны азайтсақ 0 болып кетеді. 0 бізде мынау көбейткішті 0-ге теңестіріп жібереді. Сонда біз 8-ді 0-ге бөле алмаймыз, себебі анықталмағандық сан табылады. Сондықтан біз осы теңсіздіктің бөліміндегі әр көбейткішті жеке 0-ге теңестіріп, сол саннан басқа сандар есептің жауабы болады деп жауап бере аламыз. Мына жақта да 2x плюс 4 тең емес 0-ге. Сонда жаңағыда айтқанымдай 3x-іміз тең емес 6-ға, x-іміз тең емес 2-ге болады. Енді мына жақта 2x плюс 2x тең минус 4 тең емес. Сонда x-ін тең минус 4-ті 2-ге бөлемін, минус 2. 2 мен минус 2 осы теңсіздіктің жауабы бола алмайды. Енді осы екі санды қолданып біз координаталық сәуле жүргіземіз. Координаталық сәуле жүргізгеннен кейін осы екі нүктені белгілейміз. Минус 2 және 2 деп. Және де 3 интервалға бөліп, осындай қайсықтарды жүргіземіз. Енді біз қараймыз, минус 3x пен 2x-ті көбейтсек, бізде минус 6x квадрат болады. Яғни бізде параболамыз төмен тармақталған, бұлай болып келеді. Төмен тармақталған болған кезде бізде шетіндегі екі таңбасы теріс таңба болады, ал ортасындағы таңба 10 болады. Оны тексеріп көрейік. Минус 2 мен 2-нің арасында бізде 0 деген сан жатыр. 0-ді осы теңсіздіктің орнына қоямыз. 3 көбейтілген 0 ол 0, 6 10 сан. 2 көбейтілген 0 ол 0, 4 ол 10 сан, яғни 6-ға 4-ті көбейтсек 10 таңбалы сан шығады. Сонда енді есебіміздің жауабын береміз. Осы теңсіздік бізде 0-ден кіші деп тұр, яғни біз теріс таңбаларын ғана аламыз. Сонда есептің жауабы былай болады. Жауабы деп жазамыз. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бірігу, 2-ден плюс шексіздікке дейін. Оқушылар естеріңізде болсын, бізде минус 2 мен 2 біз анықталмаған сан
анықталу облысындағы сандар болмағандықтан бізде мына жақта жай жақша болады, мынау таңбаға қарамай. Келесі төртінші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Х квадрат минус 8х плюс 15 кіші 0-ден 2х плюс 1 үлкен немесе тең х плюс 3-тен. Оқушылар осындай теңсіздікті шығарған кезде біз алдымен әр теңсіздікті жеке шығарып аламыз. Мысалы, жоғарысындағы теңсіздік бізде квадраттық теңдеуге келеді, сондықтан оны біз дискриминантпен шығарамыз. Дискриминант тең минус 8-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 15. 8-дің квадраты бізде 64, азайтылған 60, ол бізде 4 болады. Енді x1 мен x2-ні тауып алайық. x1 мен x2 плюс 8 плюс минус 2 бөлінген 2. Сонда 8-ға 2-ні қоссақ 10, 10-нан 2-ні бөлсек 5. 8 азайтылған 2, 6, 6 бөлінген 2, 3. Енді екінші теңсіздігімізді шығарамыз. Екінші теңсіздік бізде 2х қосылған 1, үлкен немесе тең х плюс 3-тен. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жібереміз. X на жаққа минус x болып барады, үлкен немесе тең 3 азайтылған 1-ден болады. Сонда x-іміз үлкен немесе тең 2-ден болып тұр. Енді осы сандарды бөлек-бөлек координаталық сәуледе жүргіземіз. Бізде екінші теңсіздігімізде x-іміз 2-ден үлкен болып тұр. Бұл бізде қатаң емес, яғни екі санымыз кіреді, яғни оны бояймыз. 2-ден үлкен сандар дегенде біз осы аралықты белгілейміз, яғни 2-ден плюс шексіздікке дейін деп. Енді 3 пен 5-ті белгілейміз. 3 пен 5 бізде кіші болып қатаң болғандықтан 3 және 5 нүктелері 3 және 5 нүктелері кірмейтін болады. Енді жаңағы интервалдық сәуле жүргізіп, таңбамызды анықтаймыз. Бізде жаңағы x квадраттың таңбасы 10 болғандықтан шеткі 2 нүктелері бізде 10 болады. Ортасындағы жаңағы нүкте бізде теріс болады. Енді жауап береміз. Енді біз 3 пен 5-ті белгіледік. 3 пен 5-тің арасында бізде теріс таңбалар болып тұр. Енді қараймыз теңсіздікке, алдыңғы теңсіздігімізде. Бізде бұл жақта 0-ден кіші мәндер деп тұр. Яғни бізде 3 пен 5-тің арасындағы теріс таңбаларды алуымыз керек. Енді біз мына екінші теңсіздікті осылай шештік, бірінші теңсіздікті осылай шештік. Сонда екі жағы да боялып тұрған жақ бізде мына 3 пен 5-тің арасы болып тұр. Сонда есептің жауабын екі теңсіздікте де боялып тұрған жерді аламыз. 3 пен 5-тің арасы деп жай жақша қылып белгілейміз. Осы есептің жауабы болады. Ал оқушылар, сіздермен болған қызықты математика. Менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып жатқан оқырмандарыма көптен көп рахмет. Алда тағы да БЖБ, ТЖБ-лардың есептері шығатын болады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.